Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы Алла мәртебеңізді қазақтың мәңгі үстем етсін. 16 құрбан шалам қазаққа бақ қонат дедім. Шалдым ағайын кеше құрбандық. Бақ қазаққа нұрлап келді кеше түс ауа құрбандықтан кейін. Басталған нұр әлі аяғын тоқтатамай жатыр біраз жерде. Енді қазақ күн санап, түн санап, уақыт санап, сағат санап, минут санап әлемге атын паш етеді. Көресіздер, енді 2 жылдың ішінде әлем қазақтың тізесінде болады. Ал қазақ осы жылдың аяғына дейін өзін әлемге кім екенін көрсетеді. Бұл қазаққа сенген қарапайым халықтың ниеті және істеген амалдарымыз. Әрине президент болып сөйлеу оңай, бірақ соны қолдау қиын. Және жақсылықты жасау оңай, бірақ жасалғанша сол тірлік береке келуі қиын. Бәрін істеп, аянмен істе деген істеп біттік ағайын. Енді көресіздер, күнде қуанышты жағдайлар есе береді. Қазақ айтады, біз тілден кеттік, аннан кеттік. Біз кішкенеден кеткен жоқпыз. Айналдырған 10 мың қазақ орысша сөйлеп тұрған. Қалған ауылдан шыққан қазақ қазақшасын сөйлеп жатыр. Бізден көшкен өзге ұлттардың бәрі өз жеріне барып қазақты дәріптеп жатыр, қайран бешбармақ деп жатыр, бауырсақ деп жатыр. Міне әлемге қазақ біз өнім жеттік ба? Осы бір 10 мың қазақтың өзінің балаларын топасқа тастаған, сол топастың ортасында жүріп ба? Енді жақын көргенде ол басы кетеді. Артта қалған ұрпағы мойындауға тура келеді қазақшылық. Сондықтан қазақ бақ мәңгі болсын басымызда. Бар болыңыздар ағайын.